Меркі ауданындағы ірі шаруашылықтардың бірі Жылыбұлақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қой қырқу науқаны ұйымдасқан түрде жүргізілуде. Науқанның барысымен аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы танысып, шаруашылықтағы атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Ауданда мал шаруашылығы саласы қарқынды дамып келеді. Биылғы жылдың қаңтар-сәуір айларының қорытындысы бойынша мүйізді ірі қара саны 44.788 басқа жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 10,1% артты. Сондай-ақ қой мен ешкі саны 11,3%, жылқы саны 15,8%-ға көбейген. Үй құстарының саны да айтарлықтай өсіп, 50.888 басты құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24,4%-ға жоғары көрсеткіш. Мал шаруашылығын қолдау бағытындағы мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесінде биылғы жылдың алғашқы 4 айында аудан бойынша 4 тауарлық несие берілді. Мамандардың айтуынша бұл шаралар ауыл тұрғындарының шаруашылығын кеңейтіп, саладағы өсімді сақтауға мүмкіндік беріп отыр. Аудан бойынша береке игілік жайлау бағдарламасы бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аудан бойынша аталған бағдарламалар бойынша бағдарлама арқылы 3110 басқа мүйізді ірі қара алуға, 1500 бас қой алуға, 12 шаруашылық тауар өндірушілер тарапынан ниет білдірілуде. Бүгінгі күнге шаруашылықтардың тізімі жасақталып, ауыл шаруашылығы басқармасына жолданды. Қазіргі таңда Жылыбұлақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қой қырқу жұмыстары жоспарға сәйкес жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, бұл науқан малдың күтімін жақсартып, жазғы маусымдағы өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Шаруашылық еңбеккерлері науқанды сапалы әрі уақытылы аяқтауға күш салып, ауданның аграрлық әлеуетін нығайтуға өз үлестерін қосуда. Махаббат Құсайын, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.